Алкогольдің денсаулыққа зияны барлығымыз зиян екенін білеміз, бірақ қай жерге, қай ағзаға зиян екенін толықтай білмейміз. Осы видеода сол туралы айтылады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл маңызды ақпарат, алтындарым. Каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен, туыстарыңызбен, ішімдікке құмар адамдармен бөлісе жүріңіздер. Алкоголь адам ағзасын уландырады. Ол зат алмасуын бұзады, ағзаның инфекцияларға қарсы тұруын төмендетеді. Іс жүзінде барлық мүшелерді, әсіресе бауыр, ми, жүрек, ішкі секреция бездерін, соның ішінде жыныстық мүшені зақымдайды. Адамның уақытынан бұрын қартаюына да бірден бір себепші. Миға сіңген спирт нерв клеткаларын уландырады. Одан ойлау қабілеті бұзылып, рухани ауыр халге ұшырайды. Алкогольді тұтынудың қауіпсіз шегі болмайды. Өйткені азғантай дозаның өзі денсаулық жағдайында күрделі ауытқуларға әкеп соқтыруы мүмкін. Алкогольдің денсаулыққа зияны, соның ішінде бауыр. Бауыр адам ағзасының жүздеген маңызды функциялары бар мүшесі. Оның негізгі қызметі денеге енетін улы заттарды бейтараптандыру. Яғни бауырда үнемі алкоголь болған жағдайда қиындықтар туындауы әбден мүмкін. Мысал ретінде бауыр жасушаларында майдың жиналуы. Біртіндеп тәулігіне 15 мл-ден астам алкоголь ішуге дағдыланған адамдардың 90% осындай жағдайға тап болады. Симптомдар тіпті анықталмайды және алдын алу мүмкін емес. Алкоголизм бауырдың қабынуында тудырады. Ең нашар сценарийде бауыр жасушалары өліп, орнына цирроз әкелетін тыртық тіндері келеді. Келесі миға әсері. Алкогольді шамадан тыс тұтынудың қаупі миға да әсер етеді. Қысқа мерзімде алкоголь құрамындағы этанол ми жасушалары арасындағы байланысты тежейді. Адам мас бола бастағанда осындай болады. Сонымен қатар болашақта шамадан тыс алкогольдің зияны адамның есін немесе амнезиясын жоғалтуы мүмкін. Шынында да бұл әсер уақытша ғана, бірақ егер адам алкогольге тәуелді болса, онда мидың қызметі де төмендейді. Сонымен қатар ми зақымдануға өте сезімтал екенін ұмытпаңыз. Алкогольді шамадан тыс пайдалану қартайған кезде ақыл-ес кемістігін, тіпті мидың кішіреуінің қаупін арттырады. Бұл рас деп ойлаймын. Менің өзімнің нағашы ағам бұрын көп ішетін еді. Қазір үлкейген уақытта адам танымайды, памятынан айырылған. Депрессия, шамадан тыс алкогольдің зияны тек физикалық қана емес, психикалық денсаулыққа да әсер етеді. Өкінішке орай, алкоголь мен депрессия көбінесе тұйық шеңбер тәрізді болып келеді. Адамдар көбінесе алкогольді ішімдікті ішу арқылы ағзаны біраз уақыт тыныштандыратын әсерінен шығарады. Дегенмен, болашақта шамадан тыс алкогольдің қаупі психикалық денсаулықты нашарлатады. Сонымен қатар бұл цикл қайталана береді. Кейбір адамдарда алкогольдің зияны депрессияны тудырады. Мұны жеңу үшін алдымен адамның өзінің күйзелісінен алкогольге итермелейтін нәрсені білу керек. Семіздік, алкоголь бұл калория мөлшері бойынша майдан кейінгі екінші тұрады. Оның құрамы граммына шамамен 7 калория болатын қоректік зат. Сұйық қант қосылатын тәтті сусындар сияқты алкогольдік сусындар да салмақ қосуға бейім. Алайда алкогольге тәуелділік адамды семіздікке ұшыратады. Жүректің денсаулығына қауіп төндіреді. Егер темекі шегуден басқа жаман әдеттерден жүректің денсаулығына қауіп төндіретін болса, алкогольге тәуелділік олардың бірі болып табылады. Егер алкоголь шамадан тыс тұтынылса, қан қысымын жоғарылатып, стрессті арттырады. Қант диабеті. Алкогольді жеткілікті мөлшерде пайдалану денеде қандағы қант деңгейінің төмендеуіне, инсулинге төзімділікті төмендететіні рас. Екінші жағынан, алкогольді шамадан тыс тұтынудың қаупі адамның екінші типтегі қант диабетіне шалдығу қаупін арттырады. Қатерлі ісік. Алкогольдің көп мөлшерде қолданылуы қаупі ауыз қуысында, тамақта, әйел адам төсінде, ішекте және бауырда қатерлі ісік қаупін арттыруы мүмкін. Негізінен ауыз және тамақ айналасындағы жасушалар күніне 1 стакан алкогольді ішудің өзі ауыз қуысын және тамақ ауруын қатерін 20%-ға дейін арттыруы мүмкін. Адамның алкогольді қаншалықты ішкеніне байланысты денсаулыққа қауіп төнеді. Жоғарыдағы аталған проблемалардың кейбіреулері ғана емес, алкогольдің қаупі жүкті әйелдер ішкен жағдайда ұрыққа да қауіп төнеді. Бүкіл әлемде алкогольге тәуелділік әртүрлі аурулардың пайда болу қаупін тудыратын теріс пайдаланушылыққа әкелді. Достар, Құранда да айтылған, адам өміріне зиян нәрседен қашыңыздар, жоламаңыздар деп. Мына алкоголь өмірге зиян, денсаулыққа зиян, сондықтан да жоламаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.